Егер сіздің балаңыз кез келген айдың 5-і, 14-і, 23-і дүниеге келген болса, бұл балалардың қандай мықты қасиеті бар. Оларды бестіктер деп айтамыз. Бойында Меркурий ғаламшарының энергиясы бар. Бұлар логикалық ойлайтын балалар. Бұлардың көз қарасынша өмірдің бәрі дұрыс болу керек деп ойлайды. Яғни қисынды болу керек дейді. Негізі өмірдің өзі қисынсыз. Өмірде ақ пен қара болса, бірыңғай ақ болу керек деп ойлайды. Сол үшін күресіп кетеді. Бестіктердің аузымен жаратушы сөйлейді. Олардың айтқан сөзін тез жазып алу керек. Олардың сөздері тез орындалып жатады. Бұларға аффирмация, жақсы сөздер көп айту керек, себебі тез қабыл болады. Енді бестіктер жолы болғыш адамдар, тез тіл табыса алады. Бұлар бейімделгіш хамелеон сияқты, біреумен 30 минут сөйлессе, соның мінез-құлқын бәрін өзіне қабылдап алады. Енді бұл бестіктер үйде тұрмайды, бұларды көше тәрбиелейді. Бұларға ең маңыздысы еркіндігі мен бостандығы. Сондықтан ол балаларды қысып, жаңағы қамап, шектеу қойып ұстауға болмайды. Меркурий ғаламшар, кішкентай ғаламшар болғандықтан, олардың жүрегі нәзік хрусталь сияқты дейді. Олардың жүрегін жаралау оңай дейді. Өкпелеп қалса, ренжіп қалса, жүрегі жабылып қалады. Енді бұл балалардың 36 жасқа шейін рухани күшін жинап, жүрек чакрасын ашу керек дейді. Келешекте жолы болу үшін. Бұл балалар стильді киінгендер жақсы көреді, сәнді түсінеді. Және визажистер, стилистер осылардан шығады негізі. Бұлар стол сервировкасы жаңағы жабдықтауда әдемілік жақсы көреді. Әдемі посудалармен тамақ ішкенді жақсы көреді. Әдемі киініп, әдемі тамақ ішіп, жарқырап жүргенді жақсы көретін балалар. Бұлар театр, көрмені, жаңағы поэзияны, жаңағы көркем әдебиетті жақсы көреді. Мықты жаңағыдай мейірімді мұғалімдер деп айтсақ та болады. Бизнес саласында жақсы түсінеді. Жаңағы сауда жағынан жақсы тіл табыса алатын, жетістікке жеткізе алатын балалар. Енді бұлар өмірде не болса да соны үлкейтуге келген, масштабировать етуге дейді. Мысалы, білім болса, білімді масштабировать етіп үлкейтеді. Бизнес болса, бизнесті масштабировать етіп үлкейтетін балалар. Енді өкпелеп ренжіп қалса, оны да үлкейтіп жібереді. Бұл балалар өмірдің қысқа екенін жақсы біледі. Сондықтан өмірдегі бар пайда нәрселердің бәрін қаймағын алу үшін келген. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп алыңыздар. Келешекте 6-сы, 15-і, 24 күнге туған балалар туралы айтатын боламын.